Жаңаөзен қаласы бойынша да эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз деп бағаланады. Бүгінгі таңда Жаңаөзен қаласындағы жұқпалы аурулар бөлімшесінде 32 науқас жатыр. Оның 16-сы ПЦР оң нәтижелі және 16-сы пневмониямен асқынған түрімен. Екеуі бала, кәмелет жасқа толмаған, екеуі аяғы ауыр әйел. Және қатаң жағдайда интенсивті терапия палатасында 2 науқас жатыр, екеуі де оттегімен тыныстау аппаратына қосылған. Жалпы Жаңаөзен қаласындағы иммунизация мәселесі жоғары деңгейде ұйымдастырылып жүргізіп отыр. Оған қаланың барлық қалалық емханаларда және ауылдық жерлерде теңге Қызылсайда, сонымен қатар жеке клиникаларда, Медикерде, Нейронда және Жалымбетов клиникаларында егу пункттері демалыссыз, ешқандай демалысқа қарамастан мереке күндері де вакцинацияны толық жүргізіп отыр. Қажетті вакцинаменен егу пункттері толықтай қамтамасыз етіліп отыр.